Күніге $100 табу. Күніге $100 табу. Сенесіздер ме? $100. Мен орташа сумманы айтып жатырмын. Тіпті одан да көп болуы мүмкін, кейде аз болуы мүмкін. Бірақ орташа сумма күніге $100. Бізге қалай табамыз? Енді бұны кішкене сұрақ пайда болып жатыр, сіздер қалай табасыздар анау дегенде, YouTube арқылы, YouTube'қа видео жүктеу арқылы, YouTube'қа бренд қалыптастырып, видео түсіру арқылы күніге $100, 45 мың теңге, 46 мың теңге да күніге түседі сіздерге. Сенесіздер ме? Қазіргі таңда хит болып жатқан ChatGPT, нейросет дейтін нәрселер шығып кетті. Қазір басталу кезеңі кәдімгідей прям өте қызу түрде гонка жүріп жатыр да. Кім бірінші үйренеді, кім бірінші жасайды, кім бірінші видео түсіреді. Мен өзім нейросеттің бәрін қанша осыдан бір жыл бұрын, бір жарым жыл бұрын білгенмін да, жасап жүргенмін. Бірақ қазіргі таңда оның уже сезоны басталып кетті. Мен бұл видеоны осы нейросет, ChatGPT, полный бәрін үйрету үшін сіздерге түсірдім. Және соны пайдалана отырып $100 күніге табу керек. $100. Қараңыздар, енді ChatGPT туралы кішкене нәрсе түсіндіріп кетейін. Не зат ол, естігендер бар, естімегендер бар. ChatGPT деген сізге мынандай нәрсе. Мысалға сіз алдағы уақытта YouTube'пен айналысқыңыз келсе, YouTube арқылы күніге $100 тапқыңыз келсе, ChatGPT-ден сұрайсыз. Мен YouTube канал ашайын деп едім, атын қалай қойсам деп та. Вот сол кезде сізге ChatGPT 100 түрлі ат түрін береді. Типа путешествие, мотивация, көліктер, музыка түрі дегенде да. Сіз ойлайсыз, менде аттар бірақ қандай неше анау мынау деген сұрақтар болады да, не түсіремін дегенде да. Вот оны да ChatGPT-ден барып сұрайсыздар. Маған 100 ниша түрін тауып берші дейсіз да. Мен таңдай алмай жатырмын, тауып берші дейді да. Ол сізге 100 түрлі ниша түрін тауып береді. Пытыр-пытыр тез автоматически түрде резко жауап береді. Әр түрлі нишалар, ойын болсын, не болсын, кино болсын, любой нәрсенің нишасын тауып береді. Сіздің өзіңізге қандай ниша жақын, соны сіздерге беретін болады. Өзіңіз таңдайтын боласыз. Енді қазіргі таңда ChatGPT, нейросет туралы видеолар қаптап кетті. Енді оларды енді бізге нақты қандай видео керек? Вот, мынаны ұстайсың, мынаны басасың. Осыны істейсің, сол кезде ақша түседі дегенде да. Вот сондай видеолар керек. Мен осы видеоны сіздер үшін түсірдім. Енді ары қарай сайтқа көшетін боламыз. Сол жақта қалай ChatGPT регистрация, қалай зат сұраймыз, қалай канал ашамыз, бәр затты үйрететін боламын. Просто видеоны соңына дейін көріп, лайк басып, тіркеліп кетіңіздер. Мынау менің Instagram парақшам, осыған да жазылып кетіңіздер. Ендеше кеттік. Достар, біз сабағымызды бастаймыз. Мен Google-ға кірдім. Сіздер де менен қайталап отырыңыздар. Google-ға кіріп, поискқа аккаунт создать етеміз. Поискқа жазасыздар, создать аккаунт деп. Міне мен жазып жатырмын. Создать аккаунт таңдадым. Біріншісінде басамыз. И осы жерде үстінде создать аккаунтты басамыз. Осы жерге имяңызды, міне үстін басып кіресіздер. Мен Алишер деп өз аты жөнін жаздым. Сіздер де өз аты жөндеріңізді жазасыздар. Және де фамилияға өз фамилияларыңызды жазасыз. Мына жаққа gmail.com-ыңызды жазасыз. Яғни мысалға Алишер Нактанаев, өзіңіздің есіңізде қалатын gmail.com-ыңызды, аты жөніңізді немесе фамилияңызды осы жерге жазып қоясыздар. Мен жазып қойдым. Мына жерде естен шығып кетпейтін пароль жазасыздар. 8 сандық пароль болу керек. Есіңізден шықпайтын парольді осы жерге жазасыздар да, и копировать етіп немесе одан қайталап, екінші подтвердить деген нәрсенің үстіне жазатын боласыздар. Мен өзім копировать етіп алдым да. И мына жерге вставитті бастым. Сөйтіп вставитті басып, осылай аккаунтымызды ашатын боламыз. Далее басамыз. Енді қараңыздар достар, мына жерде номер телефон деп тұр екен. Ол жерге сіз өзінің телефон нөміріңізді жазасыздар. Кәдімгідей қолданыста тұрған телефон нөміріңізді жазасыз. Мен мысалға қазір жазбаймын. Просто сіздерге түсінікті болу ретінде мен сіздерге өзім толықтай ашып көрсетіп жатырмын. Екінші жеріне резервный адрес деп қойыпты. Бұл жерде мысалға сіз өзіңіздің аккаунтыңызды басқаларға бермеу үшін, яғни чисто өз аккаунтыңыз өзіңізде қалу үшін осы жерге резервный адрес жазасыздар. Бұл не обязательно, бірақ егер керек болса жазасыздар. Мен өз басым жазбаймын, просто сіздерге үйрету мақсатта ашып толтырып көрсетіп жатырмын. Ден дегенге өздеріңіздің туған күндеріңізді жазасыздар. Менікі 04, мен сіз дегенге айыңызды таңдайсыз, апрель. Өзіңіздің айыңызды іздеп тауып, осы жерден таңдап қоясыздар. Годқа өзіңіздің шынайы жылыңызды жазасыз. 2000 жыл, полға мужской, әйел болсаңыз әйел, женский болсаңыз женский. В общем, соларды таңдайсыз. Сосын төменге түсіп принимаюды басасыз. Айналып жатыр, загрузка болды. Менің аккаунтым ашылды, аккаунт создать еттім. Енді біз YouTube канал ашатын боламыз. Жоғары жақта 9 кнопка бар, 9 точка, соның үстін басып, YouTube'ты таңдап кіретін боламыз. YouTube'ға кіреміз. Айналып жатыр. Вот, мен достар, көріп жатқандарыңызда YouTube'ға кірді. Кәдімгідей видеолардың бәрі шығып тұр. Осын оң жаққа
разрешить басамыз, оң жаққа барып жаңағы создать еткен аккаунттың үстін басып, астында создать канал дегенді басатын боламыз. Енді оппана, осы енді қызық жерге келдік. Енді ары қарай не істейміз, атын қандай қылып қоямын? Осылардың бәрін біз ChatGPT-ден, нейросеттен барып сұрайтын боламыз. Біз ойланбаймыз, просто барып ChatGPT-ден сұраймыз, қандай ниша атты не деп қояды деп. Новый вкладка ашамыз, поискқа ChatGPT деп жазатын боламыз. ChatGPT деп жаздық, міне шықты. Үстін басамыз. И бірінші тұрған OpenAI деген сайтқа кіреміз. Міне осы сайтқа кіретін боламыз. Үстін басып, так кірдік, айналып жатыр. Қазір күтейік кішкене. Вот достар, ChatGPT-дің кәдімгідей өзінің сайтына кірдіңіз, яқты True ChatGPT деп тұр екен. Осының үстін басатын боламыз. Қазір біз осыған регистрация жасайтын боламыз. True ChatGPT деген осы кнопканы басатын боламыз, сол жақтағы. И айналып жатыр. Қазір біз регистрация жасайтын боламыз. Достар, қараңыздар, егер сіз бұрын соңғы осы ChatGPT-ға кірген болатын болсаңыз, өз логин жазатын боласыз. Ал егер енді кіріп, енді регистрация жасайтын болсаңыз, оң жақтағы кнопканы басатын боламыз. Айналып жатыр, күтейік қазір. Осы жерге жаңа ғана аккаунт создать еткен аккаунтыңыздың gmail.com-ыңызды осы жаққа жазатын боласыздар. Мен кірім, жаңағы ашқан аккаунтқа үстін басамда копировать ете саламын. Жаңағы Алишер Наков копировать етемді, и осы жерге қоятын боламын. Осы жерге жаңағы осы создать еткен аккаунтыңыздың паролін жазатын боласыз, кіру үшін, кіру мақсатта. Все, мен пароль жаздым. Келесін басатын боламыз. Бастық, айналып жатыр. Все, достар, кіріп жатыр. Қазір бізге өзіміздің почтамызға ссылка кіреді, ссылка. Вот сол почтаға барып, сол ссылканың үстін басып, ChatGPT-ға кіруге рұқсат беретін боламыз. Міне, почтаға барасыздар. Почтаға барып, жаңағы сообщение деп тұрады. Міне, ChatGPT үстін басамыз, міне, кәдімгідей рұқсат береміз, яғни ChatGPT қолдануға, регистрация жасағанға рұқсат беретін боламыз. Міне, енді бұл жерге өзіміздің аты жөнімізді жазасыз. Яғни Алишер, мысалы сіздің атыңыз Нұржан болса, Нұржан, Досбол деп мысалға өз шын атыңызды осы жерге жазатын боласыздар. Мысалға мен өз атым жазамын, міне Алишер деп. Алишер, оң жаққа фамилияңызды, яғни өзіңіздің фамилияңызды жазатын боласыз. Алда уақытта бұл қолданысқа керек, бір ашып қоймайсыздар, алда уақытта қолданатын боласыздар. Сол үшін өз шын аты жөндеріңізді жазасыздар. Бұл жерге өзіңіздің телефон нөміріңізді, қолданыстағы телефон нөміріңізді жазатын боласыздар. Сол жаққа қазір жазғаннан кейін сіздің телефон нөміріңізге жаңағы сол жаққа код барады, 6 сандық. Сол 6 сандық кодты осы жерге жазатын боласыздар. Достар, мен өз нөмірін тіркедім. Міне маған қазір 6 сандық код келеді. Осы жерге жазатын боламын жаңағы 6 сандық кодты. Так, маған келді 786 272. Не, жаңағы келген кодты жаздым, айналып жатыр. Мен өз нөмірімді, аты жөнім бәрін тіркеп қойдым. Енді біз ChatGPT-ден қандай канал, қандай ниша, қандай мақсатта қолданамыз, описание не деп жазамыз, қандай видео түсіреміз, осылардың бәрін біз ChatGPT-ден сұрайтын боламыз. Түнге қоя салайық, міне түн кішкене ыңғайлы екен. Достар, бұл жерде қараңыздар, бұл жерде қазақстан тілі, жаңағы ағылшын тілі, орыс тілі, кез келген тіл істейтін болады. Мысалға мен қазір осы жаққа сәлем деп жазсам, мысалы қазір көрсетейін сіздерге, кәдімгідей бетпе-бет сәлем деп жазатын болсам, маған қазақ тілінде ChatGPT жауап беретін болады. Мысалы қараңыздар, ChatGPT жазып жатыр, мен сәлем деп жазғаннан кейін кәдімгідей жауап беріп жатыр. Міне достар, қараңыздар, маған жауап берді, сәлем, сізге қандай көмек беруге болады. Енді кішкене қазақ тілінде қателіктер болады, енді дамып жатқан тіл болғаннан кейін ондай қателіктер болады. Егер кішкене түсінбей жатсаңыздар, орыс тілінде жазып өздеріңізге жауап алсаңыздар болады. Мен просто сіздерге нұсқау ретінде қазақ тілі істейді деген мақсатта дәлелдеп жазып көрсетіп жатырмын. Достар, енді іске көшек. Мен енді өзіме қандай ниша таңдаймын. Осы жерге жазатын боламын, орыс тілі жазатын боламын. Мысалға копировать напиши мне 100 разных нишев деп в YouTube деп маған жазып жатыр. Міне қараңыздар. Достар, міне қараңыздар, 100 түрлі ниша түрлерін жазып жатыр. Мысалға видео түсіру, анау мынау книга туралы, дизайн туралы жазып жатыр. Мен осының ішінен өзіме керектісін, өзіме ұнағанын таңдап алатын боламын. Сіздерге де дәл осылай мен сияқты қайталап 100 разных ниша түрін сұрасаңыздар, сізге
жүз әртүрлі ниша түрлерін беретін болады. Сол жерден өзіңізге кішкене жақын, оңай нишаларды таңдап жазасыздар. Мен мысалға өзім мотивация и личный рост дегенді таңдадым. Өзім кішкене мотивацияға жақын болғаннан кейін сол нишаны таңдап YouTube канал ашатын боламын. Екіншіден қараңыздар достар, мен нишаны таңдағаннан кейін енді YouTube каналға ат қою керек. Қандай ат қоямыз? Біз оны ойланып отырмаймыз. Просто барып ChatGPT-ден сұраймыз. YouTube каналға қандай ат қойсам болады деп, жаңағы нишама байланысты. Так, орыс тілінде. Достар, мен міне ChatGPT-ден сұрадым, маған 50 ат тауып бер YouTube каналыма байланысты, менің нишам мотивация туралы дедім. Ол маған қазір 50 ат түрін осы жерге автоматически түрде жазып жібереді. Солардан мен өзіме қайсы ұнайды, қайсы жақсы, қайсы нормальный тұр, солардан ішінен таңдап, біреуін алып өз каналыма қазақша тілде аударып қоятын боламын. Достар, маған мен ат жазды, мен өзі мотивation дегенді таңдайтын боламын. Яндекс переводчикқа барып қазақшаға ауыстыратын боламын. Google переводчик болсын, Яндекс переводчик болсын, бәрібір. Енді кіріп Яндекске мыняқта английский таңдап, мыняққа қазақша таңдап, жаңағы Motivation Mastery дегенді қазақшаға аударамыз. Мотивацияны меңгеру деп шықты. Барып жаңағы YouTube каналдың атауына барып, мотивация меңгеру дегенді вставить етіп қоятын боламыз. Енді кішкене біртүрлі ат болғаннан кейін мен өз ойымды қосып, тыңда және жаса деп қойдым. Енді кішкене құлаққа да жақсы естіледі, кішкене ерекше ат болғаннан кейін тыңда және жаса деп қойдым. Мыняққа өзі жаңағы жаса деп қоятын болсамыз, мен жүрім 3 символ деп қойып, жаса деп қоямыз. Болса емес екен бұндай ат, және де бір деп қойсақ, создать канал. И біз өзіміздің YouTube каналымыздың атауын үйсіп қойдық. Міне, тыңда және жаса деп. Енді достар, біз өзіміздің YouTube каналымыздың атын қойғаннан кейін ары қарай біз жаңағы Т деп тұрған фотоның орнына кәдімгідей роботтың немесе мотивацияның суретін жасап қоятын боламыз. Canva деген приложениеге кіреміз, сол жақта презентация деген таңдап, жаңадан роботтың суретін жасайтын боламыз. Сол жақта элементи деген бар, поискқа робот деп жазатын боламыз. Және де әртүрлі робот түрлері шығады, солардан өзіме ұнағанын таңдап алатын боламын. Үшінші робот жақсы деп ойлаймын, осыны қойдым өз басым. И ножницаға барамыз, осылай ең оңай жолын көрсетейін, ножницаға барып, осылай создатьты басып, қиып алатын боламыз. Қиып алдықта и папкаға сақтаймыз. Папкаға сақтағаннан кейін барып YouTube'ға қайттан барып, жаңағы папкадегі фотоны алып загрузить ететін боламыз. Изображение и бір осының үстін басып, әдемілеп келтіріп, готованы басамыз. Нормально болып тұр. И опубликоватьты басып, жаңағы фотоны бәрін жөндеп дұрыстап қоятын боламыз. Міне достар, біздің фотомыз қойылды, атауымыз жасалды. Енді ары қарай бізге не істеу қажет? Ары қарай біз описанияны толтыратын боламыз. Қандай описания? Описанияны не жерге жазамыз? Біздікі қандай канал, не жерге жазамыз? Біз ойламаймыз, просто барып ChatGPT-ден сұрайтын боламыз. ChatGPT-ден сұрадым, напиши мне интересное описание дедім. И олар маған жазып жатыр. Привет, друзья, анау деп орыс тілінде жазып жатыр. Жазып болғаннан кейін мен полный бәрін копировать етіп, Яндекс переводчикқа қазақшаға аударып, описанияға қоятын боламын. Достар, міне маған ChatGPT өзінің описаниясын жазды, мен полный бәрін копировать етіп алып, Яндекс переводчикқа барып қоятын боламын. Вставить етіп, міне қазақша түрі шықты, мен ол жақты басып копировать ететін боламын. Полный бәрін барамыз да, YouTube каналға барып, основной сведение дейтін бар, соның үстін басып, описанияны қоятын боламыз. Міне, описание деп тұр, вставить ететін боламыз. Вот қызыл жанып тұр, бұл деген сөз 1000 сөзден көп болып тұр. Егер сізде 1000 сөзден көп болса, ешқандай опубликовать деген кнопкаларды басамайсыз. Кем дегенде 1000 сөз болу керек. Мен өзімнің сөзімді қойдым, описаниямды жазып қойдым, енді опубликатты бастым. Все достар, мен өзімнің каналымның атауын, фотосын, описаниясын бәрін толтырдым. Енді біз ары қарай сценарий құруымыз керек. Яғни қандай видео түсірсем болады, не описание, то есть сценарий қалай болады, олардың бәрін біз ChatGPT-ден сұрайтын боламыз. Міне достар, просто барамыз да ChatGPT-ға кіріп, придумай мне 10 идея для видео по теме мотивация деп жазатын боламыз орыс тілінде. Ол маған қазір 10 идея жазатын болады. Солардың ішіне таңдап, мен ұнағанын басып, таңдап алып, и ары қарай соған байланысты сценарий құратын боламын. Достар, маған 10 идея жазып болды. Міне көз алдарыңызда
ChatGPT. Енді осылардан мен өзіме керек идеяны таңдап, соған байланысты сценарий құратын боламын. Мен өз басым екінші тұрған қазір таңдап көрейін, қайсы дұрыс екенін. Әртүрлілер бар екен, өзім как сохранить сет случайный жизнь деген осы екінші тұрған идеяны басатын болам. И соған қазір ChatGPT-ден сценарий сұрайтын боламын. Достар, мен өзім таңдаған идеяны таңдадым. Енді мен ары напиши мне сценарий для 50 секундтық видеоға сценарий жазып бер деп ChatGPT-ден сұрадым. Ол маған полный сценарийдің бәрін жазып береді. Мен соған тіпті өз даусымды да қолданбаймын да. Қазір полный бәрін көрсетемін. Мен қараңыздар, осы ChatGPT-ның арқасында біріншіден каналыма ат қойдым, екіншіден жаңағыдай фотосын қойдым, үшіншіден описание толтырдым, төртіншіден идея таңдадым, қандай видео түсірсем болады дегендей, и бесіншіден уже сол жаңа таңдаған идеяға сценарий құрып жатырмын. Тіпті ChatGPT құрып беріп жатыр да. Ешқандай қиындығы жоқ, достар. Ойбай, мен YouTube канал ашамын, не істеймін, қандай ниша таңдаймын деп ойламаңыздар. Просто барып ChatGPT-ден сұрайсыздар, болды. И соған өзіңізде ұнаған идея, ұнаған канал, ұнаған нишаны таңдап, уже іске кірісетін боласыздар. Достар, енді жаңа ғана маған описанияны жазып болайын деп қалды. Осылардың бәрін копировать етіп, Яндекс переводчикқа қазақ тілде аударатын боламыз. Мә, кәдімде ұзақ сценарий жазып берді маған. Конец луккім деп, осылай идеяны аяқтады. Мен осылардың бәрін қазір копировать етемін да. Копировать етемін да, барамда Яндекс переводчикқа қойып, қазақ тілінде аударатын болам. Міне. Достар, міне қараңыздар, полный сценарийді қазақ тілінде ауыстырып балдым. Енді осыны копировать етіп алып, қалай дауысқа жүктейтін боламыз. Осылардың бәрін үйретемін қазір. Маған керек емес аккаунттардан шығып кетейік. Сосын мишканың шетін басып, тестовый документ дегенді басамыз да, и вставить етеміз. Қараңыздар, достар, вставить еттім. Осы менің жаңағы сценарийім болды. Осылардың бәрін қазір сохранить ететін боламыз. Көріңіздер, достар, сценарийдің бәрін жазып берді. Ол жерде бәрі тұр, міне көз алдарыңызда. Достар, енді біз сохранитті басып, осыны тестовый нені басып та Microsoftқа барып жүктейтін боламыз. Осы жерде полный жаңағы сіздің текстіңізді бір қыз бала, әйел бала болсын, үлкен адам болсын, өз даусымен келістіріп әдеміреп істеп береді. Міне. Достар, қараңыздар, мен осы жерден жаңағы үстінде тұрған АБ дейтін әріптерді көріп тұрғандарың сай, соның үстін басып, қазір әйелдің даусына қоятын боламын. Әртүрлі дауыстар бар, өзіңізге ұнаған дауысты таңдап, осы текстке оқытқызатын боласыздар. Міне кәдімгідей әртүрлі атаулар, әртүрлі дауыстар бар. Ішінен өзіңізге ұнаған таңдап алып, осы текстті оқытқызатын боласыздар. Бәрі оп-оңай, оп-оңай. Просто өзіңіз сөйлемейсіз, өз түріңізді шығармайсыз, бәрін осылар жасап беретін болады. Сәлем достар. Егер сіз өз мақсаттарыңыз бен армандарыңызға қол жеткізгіңіз келсе, мотивация бұл алға жылжуға көмектесетін нәрсе. Бірақ ұзақ уақыт бойы мотивацияны қалай сақтауға болады? Бүгін мен сізге бұл туралы айтып беремін. Онда мотивациялық дәйексөздің суреті пайда болады. Сіздің атыңыз. Бірінші кеңес, мұнымен тоқтамаңыз. Сіз қандайда бір мақсатқа жеткенде, оны белгілеп сәттілігіңізді атап өтіңіз. Бірақ сізде әлі де қол жеткізуге болатын мақсаттар бар екенін ұмытпаңыз. Онда мақсаттар тізімі бар, блокноттың суреті пайда болады. Сіздің атыңыз. Екінші кеңес, мақсаттарыңызға назар аударыңыз. Сіз қол жеткізгіңіз келетін нәрсені есте сақтауыңыз керек, және мотивацияңызды үнемі еске түсіруіңіз керек. Онда стадионда жаттығатын спортшының бейнесі пайда болады. Сіздің атыңыз. Үшінші кеңес, айналаңыздан шабыт іздеу. Мотивация сізге жақын адамдардан немесе сіз көрген немесе естіген нәрселерден болуы мүмкін. Фонда табиғат бейнесі пайда болады. Сіздің атыңыз. Ақырында төртінші кеңес, бас тартпаңыз. Сіздің мотивацияңыз төмендеуі мүмкін, бірақ мақсаттарыңыз туралы ұмытпаңыз, және егер сіз алға жылжуды жалғастырсаңыз, оларға қол жеткізе аласыз. Онда сіздің арнаңыздың логотипінің суреті пайда болады. Сіздің атыңыз. Бұл ұзақ уақыт бойы мотивацияны сақтау туралы менің кеңестерім болды. Егер сізге бұл бейне ұнаған болса, менің арнамды ұнатуды және жазылуды ұмытпаңыз. Келесі бейнеде кездескенше, бейненің соңы кадрдан күлімсіреп шығыңыз.
Достар, мен жаңаға әйел кісінің сөйлеген бәрін өзімнің ноутбугыма жүктеп видеоға түсіріп алдым. Енді мен ары қарай видео монтажы жасауым керек. Жаңадан вкладка ашып Googleға поисққа Pixels деп жазатын боламыз. Яғни ол жерден тегін видеоларды алып жүктеп телефонмен монтаждап жаңағы түсірген дауысымызды, жаңа әйелдің дауысын монтаждап ютубқа салатын боламыз. Pixels деп жазатын боламыз. Pixels міне шықты. Pixels деген бірінші тұрған сайтқа кіретін боламыз. pixels.com деген. Төменде осы жерге поиск қайт, ашып поискқа жаңағы өзіңіздің темаңызға байланысты заттарды жазатын боласыз. Мысалға менікі мотивация, motivation дегенді таңдап, өзіме бесплатный видеолардың бәрін жүктеп алып, телефонға жіберетін боламын. Сол жақтан полный бәрін телефонмен монтаждап, телефонмен жаңағы дауыстарын бәрін қойып, ары қарай осы телефонмен видео салатын болам. Соның бәрін енді келесі видеоны телефонмен жасайтын болам. Бұл ноутбукпен жасалған видео. Алдағы уақытта мен тағы да өзімнің YouTube каналыма ноутбукпен, телефонмен қалай жазайды, қалай істейді, осылардың бәрін алдағы уақытта шығаратын болам. Видеоның соңында міндетті түрде лайк басып, тіркеліп, комментарий жазып кетіңіздер. Және қандай сұрақтарыңыз бар, сұрақтар болса қойып отырсаңыздар болады. Достар, видеоны жүктегеннен кейін мен өз басым Telegram вебті ашып, жаңағы видеоларды өзім танысыма жіберетін боламын. Жаңағы сақтаған файлдарыма барып, әртүрлі видеолардың бәрін досик деген балаға жіберемін. Сол жақтан скачать етіп, ары қарай телефонмен монтаждап, дауыстарын бәрін келтіріп, ютубқа салатын боламын. Енді ары қарай жұмыс телефонмен болатын болады. Ендігі мен телефонмен жасайтын боламын. Міне видеолардың бәрін осылай жіберіп алам. Солай монтаждап ютубқа телефонмен салатын боламын. Жіберген видеолар қазір мен телефонына кіріп, осылардың бәрін галереяға сақтап, осылармен монтаж жасайтын боламыз. Мен өзім қазір UCAD-пен жасаймын. UCAD-қа кіріп, плюсті басып, новыйды басып, қазір жаңағы скачать еткен видеолардың бәрін алатын боламыз. Так, примерно 48 минут жоқты. Енді жаңағы музыканы, то есть дауысты қою үшін мынаяқта пип дейтін кнопка бар міне. Осы жерден жаңағын таңдайтын боламыз міне. Егер сіз өз мақсаттарыңызбен Мынаны былай төменге түсіріп тығып тастаймыз. Сол кезде ешқандай кедергісін жасамайды. Егер сіз өз мақсаттарыңызбен армандарыңызға қол жеткізгіңіз келсе, мотивация бұл. Вот, достар, қараңыздар, осылай полный видеоның бәрін әдемілеп, звучкалап, видеоға сәйкес қылып істейсіздер. Разделітті басып, керек емес жерден удалить етіп, солай кестіріп, әдемілеп істеп қоясыздар. Ешқандай қиындығы жоқ. Айып етпеңіздер, мен өзім асығыс істедім, главный сіздерге түсінікті болды деген ойдамын. Енді жалпы главный видеоға лайк басып тіркеп кетсеңіздер болды. Қазір мен сіздерге қалай видео салу қажет, солардың бәрін үйрететін боламын. Сохранитель басып 720 немесе 1080 арасында өткізетін боласыздар. Мен өз басым 720-ға өткіздім. Так, достар, осылайша мен жаңағы телефонмен түсірген видеоны, жаңағы музыканы, дауысты бәрін келтіріп, енді ары қарай видеоға, яғни видео салатын боламын. Мен қазір өзімнің ноутбугыма жіберіп алдым, жаңағы Telegram арқылы. Сіздер өз телефондарыңызбен сала берсеңіздер болады. Так, ютубқа кіреміз. Нақты создать деген нәрсе бар. Добавить видеоны басамыз, выбрать файлы. Так, загрузка барамыз. Нақты видеоны сақат еттім жаңағана. Так, айналып жатыр. Мен осы видео жаңаға көріп жатқандарыңыздай бағана қолданылған видео, название видеоны қалай деп названиясын бүйтіп қоямыз, қараңыздар. Так, мотивация. Сосын жаңа каналдың атын қоямыз. Жаса тоқтама деп. И описанияға есептенді өз қалауларыңызбен жасай бересіздер. Плейлист данный момент керек емес. Это обязательно нет, это не для детей дегенді басасыздар. Развернуызға кіресіздер. Мынаяқта тек деген нәрсе бар. Текке осы жаққа мотивация дегендей сөздер жазасыздар. Мысалға мотивация или тағы қандай сөздер бар. Вот өздеріңіз осылардың ішіне таңдап алып, ютубтан жазасыздар, іздейсіздер, табасыздар. И солай далені басып, мен өзім открытный дастық қоям. Опубликатты басамыз. Вот, достар, осылай біздің видеомыз салынады. Жалпы бәрі түсінікті болды деген ойдамын. Сіздермен бірге болған Алишер және де
осы чат GPT туралы толықтай үйреттім деген ойдамын. Қош сау болыңыздар. Видеоға міндетті түрде лайк басып тіркеліп кетіңіздер. Осы видеоны көріңіздер, айтпақшы экранда шығып тұрған видеоны көріп кетіңіздер міндетті түрде. Сол видео сіздерге арналған. Сау болыңыздар.